Қазіргі таңда Сарыөзек гарнизонына қарасты әскери бөлімдердің әскери қызметшілерінің барлық деңгейі жиналу арқылы қазір кешенді жоспардың талаптарына сәйкес айлық іс-шаралар, яғни алкоголь мен есірткі заттарының адам ағзасына тигізетін зиянды салдары туралы, сонымен қатар жаңа жылды айыппұлсыз өткізу туралы акциямыздың, сонымен қатар жыныстық қосылушылыққа қарсы қылмыстардың алдын алу бойынша 10 күндік іс-шараларының талаптары жеке құраммен сапалы түрде ұйымдастырылып жүргізілді. Аталған іс-шараларға Сарыөзек гарнизонының құзырлы органдарының өкілдері қатысу арқылы әскери лазареттің лауазымды тұлғаларының қатысуыменен әртүрлі бейнероликтер көрсету, мысалдар келтіру арқылы сана сезімдеріне жеткізілді. Сонымен қатар қорғаныс министрінің жеке құрамға айтқан үндеу сөзінің де маңызды бөліктері жеке құрамға талқылану арқылы жеткізіліп түсіндірілді.